Спайдервик сарайына жаңа резиденция іздеп, доктор Дориан Брауэр лорд Мулгаретпен кездесуге қызының қайда екенін білу үшін барады. Өйткені ол жас әйелдің өмірін сақтап қалуға кепілдік беретін құбыжықпен келісім жасады. Кенеттен қараңғылықтан Каллио пайда болады, және қызын құшақтап алған Дориан бірдеңе дұрыс емес екенін түсінеді. Бойы қысқа қыз болумен қатар, оның бетінде дұрыс емес жағында тыртық бар. Сондықтан Дориан оның кім екенін сұрайды. Осы кезде көлден құбыжықтың қолы шығып, тролльге тамақ ретінде қызмет ету үшін адамды тереңдікке сүйреп апарады. Содан кейін лорд Малгарит жас әйелге жақындап, Дориан кейпіне ену үшін өз күшін пайдаланады. Оның жоспары өзін психиатр ретінде көрсету, Грейстің отбасын алдау және ақырында Артур Спайдервиктің нұсқаулығын алу. Осылайша, екі құбыжық Дорианның үйіне барады, және ол жерге жеткенде Малгарит Каллиопаның мысығын жеп қояды. Келесі күні Хелен Грейс пен оның балалары сапардан оралып, қатты қуанады. Олар ұрпақтар бойы отбасына тиесілі үйді көруді күте алмайды. Бұл жерге кірген кезде жастар үлкен ағашқа тап болады. Ал Хелен оны отырғызған оның атасы Артур екенін айтады. Әйелдің айтуынша, жергілікті тұрғындар бұл ағашты зұлым рухтардан арылту үшін пайдаланған. Өйткені оның жемісі улы және ешбір жағдайда жеуге болмайды. Ешбір жағдайда. Сол күні түстен кейін жүк көлігі келіп, отбасының 4 мүшесі жиналып, үй жинауды бастайды. Өйткені қалғанының бәрі жазғы демалыстың соңына дейін ұйымдастырылуы керек. Ата-анасы ажырасқаннан кейін Джаред біртүрлі әрекет ете бастады. Ал анасы оның соңғы кездері өте тентек болып кеткенін байқады. Сондықтан оны психиатрға апаруды ұйғарды. Хеленнің айтуынша, доктор Дориан тәтесі Люсинданың ісін жүргізіп жатыр, және Джаредке оның басында болып жатқанның бәрін түсінуге көмектесуі мүмкін. Сол түні Джаред ұйықтай алмай, ұйықтап қаламын деп төбеге қарап тұрды. Алайда таңертең ерте бала әлдебір шу естіп, сөмкесін тартып алды. Бұл әпкесінің қылышы болуы мүмкін қаскүнемді қуу үшін. Джаред шкафтардың біріне жақындағанда, есіктің астында қозғалатын көлеңкені көреді. Бірақ оны ашқанда ішінен ешкімді таппайды. Кенет сөре аударылып қалады да, үстінде ілулі тұрған киімнің артында Артурдың қасында құбыжықтың бейнесі пайда болады. Өрмекші күнделігі. Келесі күні Хелен ұлын Дорианның кабинетіне әкеледі. Ал қабылдау бөлмесінде Джаред басқа жасөспірімдермен кездеседі. Олар да дәрігерге барады. Өзін таныстыра отырып, Хетчер Амиконың патологиялық өтірікші екенін, ал оның өзі дене дисморфиялық бұзылуынан және жалпы мазасыздықтан зардап шегетінін айтады. Оны таң қалдырғаны, бүкіл қала өзінің және оның отбасының Спайдервик сарайының жаңа тұрғындары екенін біледі. Және Амико бұл жердің айналасында бірнеше қауесеттер бар екенін айтады. Барлығы баланың арғы атасы Артур Спайдервик ағасының басын кесіп алып, Клер өзені арқылы өтетін көпірдің астында тұратын тролльді кінәлады деп сенеді. Бұл оқиғаны естіген Джаред кетуге бел буып, психиатриялық бөлімде жатқан анасымен кездесуге тәтесі Люсиндаға қонаққа барады. Ауруханаға келгеннен бері Люсинда бірде-бір сөз айтқан жоқ, және оның жағдайы айтарлықтай жақсарған жоқ. Осыған қарамастан, Хелен тәтесіне соңғы бірнеше жылдағы оқиғалар туралы айту мүмкіндігін жіберіп алмайды. 3 баласы туралы айтқаннан кейін, әйел күйеуімен ажырасқанын айтады, және Ричардтың кетуінің басты себебі оның Джаредпен қалай әрекет ету керектігін білмеу екенін айтады. Хелен күтпеген нәрсе, оның ұлы бүкіл әңгімені тыңдады, және ол өзінің Спайдервик сарайында тұратынын айтқан кезде, оны тосын сый күтіп тұрды. Кенеттен Люсинда оның қолынан ұстап, оған қаладан кетуге кеңес берді. Өйткені Спайдервикте болып жатқанның бәрі шынайы және өте қауіпті. Егде жастағы әйел Мулгареттің Артурдың нұсқаулығын ұрламақ болғанын ескертеді, және ол бір затты жиеніне береді. Осы кезде медбикелер тобы келіп, Люсинданы палатадан шығарып салады. Кейінірек, кешкі ас кезінде отбасы қабырғаның арғы жағынан шыққан шуды естиді. Сондықтан Хелен балаларынан тесік жасап, ішінде не жасырылғанын көруге көмектесуін сұрайды. Осы кезде отбасы жоғарғы қабаттарға азық-түлік жеткізу үшін пайдаланылған лифттің ішіне орнатылған егеуқұйрықтар зиратына тап болады. Бұл көріністен шошып кеткен Хелен қоңырау шалған кезде балаларынан заттарды ретке келтіруді сұрайды. Жойғышты шақыр. Алайда Джаред анасының өтінішін елемей, өз тергеуін бастауға шешім қабылдады. Бірақ Саймон оны тоқтатып үлгерді. Келесі түні қалалық мерекелерді тамашалап жатқанда, Саймон дәл алдында ұшып бара жатқан отты көріп, оның соңынан еруге бел буады. Ақыры оны ұстап алған кезде, бала жақынырақ қарау үшін жақындай түседі де, кенеттен ол жәндіктердің ертегіге айналғанын көреді. Саймон шошып, бөтелкені еденге тастап жіберді. Ал әйнек сынған кезде пері қашып үлгерді. Джаред ағасының үйде жоқ екенін түсінгенде, ол тергеу жоспарын іске қосуды ұйғарады, және біздің Артурдың кеңсесіне жету үшін лифт шахтасына көтеріледі. Тінту кезінде бала үлкен атасының нұсқаулығын тауып алып, барлық беттердің жыртылғанын түсінеді. Кенеттен шаңды айнада хабарлама пайда болады. Ал Джаред артына қараса, ол кішкентай тіршілік иесімен бетпе-бет келеді. Қорқыныштан арылып, көмек сұрау үшін анасының бөлмесіне жүгіріп барып, болған жағдайды айтып береді. Бірақ Хелен ұлының галлюцинацияға ұшырағанына сенімді, және оны Дорианның үйіне апаруға шешім қабылдады. Хеленнің мойындауын тыңдағаннан кейін, психиатр Джаредті жеке сөйлесуге шақырады.
Ал бала оған жаңа үйіндегі шкафтардың бірінде жасырылған бірнеше суреттерін көрсетеді. Осы беттерді парақтағаннан кейін Маргарит бұл өзі іздеген нұсқаулықтың мазмұны екенін түсінеді. Бірақ Джаред оны оған беруден бас тартады. Бұл арада Люсинда Артурдың сарайына отырғызған ағашының жемісін шай қайнату үшін пайдаланады. Ол адамдарды тіршілік иелерінен қорғайды. Көрінбейтін әлем. Бұл улы жеміс болса да, дұрыс пайдаланылса, иесіне көрінбейтін болып қалу мүмкіндігін бере алады. Психиатрмен сөйлескен кезде Джаред Люсинданың жоғалып кеткені туралы хабарды алады. Ал Хелен Дорианнан оны табуға көмектесуін сұрайды. Ал Каллиопе басқа жастармен бірге Спайдервик сарайында қалады. Адамдар сол күні кешке Джаред бауырларын Артурдың кабинетіне алып келді және оның арғы атасы сиқырлы жаратылыстардың бар екенін ашты деген теориясы туралы айтты. Оның шындықты айтып тұрғанын дәлелдеу үшін, бала тұзақ құру үшін Каллиопа мен оның бауырларынан көмек сұрайды. Бірақ ешқандай бұзылу белгілерін таппайды. Кіріңіз. Ондаған адам жоғалған науқасты іздеп жатқанда Люсинда жергілікті супермаркетке кіріп, Гоблин базарына баратын жолды көрсетіп жатқан ескі досы Губертті тауып алады. Семсерлесу жаттығуы кезінде Мэллори ағаштардың тамырына сүрініп, құлап қалады. Ол есін жиған кезде шашы рельске оралып, ағаларынан өзін босатуға көмектесуін сұрайды. Осы кезде Саймон ас үйге барып, мұздатқышты ашады. Содан кейін денесінің ішінен үй жануарларының егеу құйрықтарын табады. Ашуланған жас жігіт ағасын кеміргіштерді мұздатқышқа салғаны үшін айыптайды. Бірақ Джаред өзінің кінәсіз екенін айтады және Каллиопаның қандай да бір қатысы болуы мүмкін деп күдіктене бастайды. Бұл үйде болып жатқан оғаш оқиғалар. Джаред әпкесінің шашын кеспей-ақ босатудың жолын іздеп жатқанда, Саймон Лемандроп пен Джеффридің денелерін жерлеу үшін бақшаға барады. Кейінірек ағайындылар мен әпкелер өз бөлмесінде жасырын жолды тауып алады. Ал кітап сөресі оларды жасырын бөлмеге апаратын баспалдаққа айналады. Онда олар Люсинданың Тимблтекпен сөйлесіп жатқанын көреді. Джаред бұрын кездескен Брауни, сұмдыққа бой алдырған әйел, Маргареттің кез келген формада бола алатындығын біліп, жастарды пышақпен қорқытады. Алайда, ол үтікті Джаредтің мойнына басқанда, ол балалардың шындықты айтып жатқанын растайды. Өйткені перілер темірге қол тигізгенде күйіп кетеді. Люсинданың айтуынша, оның әкесі көрінбейтін әлемде барлық тіршілік иелерінің каталогын жасап, оларды көрінбейтін әлемде қалай табуға болатыны туралы құнды ақпарат жинаған. Оның далалық нұсқаулығы. Егде жастағы әйел бұл ақпаратты жою үшін тым құнды екенін айтты. Сондықтан Маргариттің оған қол жеткізуіне жол бермеу үшін Люсинда барлық беттерді жыртып, қаланың әртүрлі бөліктеріне шашып жіберді. Балаларға гидтің беттерін қайтару үшін не істеу керектігін түсіндіргеннен кейін, Люсинда Джаредке артефакт беріп, бұл зат бүкіл көрінбейтін әлемді құтқаруға қабілетті екенін айтты. Көп ұзамай Хелен мен Дориан үйге келеді. Ал Люсинда қайтадан психиатриялық ауруханаға жеткізіледі. Алайда, саяхат кезінде егде жастағы әйел дәрігердің шынымен де Маргариттің атын жамылып жүргенін түсінеді және оны жауап алу үшін орманға алып кетеді. Люсинда оған бұл беттерді алуға көмектеспейтінін түсінгенде, зұлым адам одан құтылуды шешеді және әйелдің денесінің жоғалып бара жатқанын, денесі раушан гүл шоғында жарылып жатқанын көреді. Келесі күні Хелен тәтесін жерлеуді ұйымдастырады. Онда Люсинданың достары мен туыстары онымен қоштаса алады. Қоштасу сөзінен кейін Хелен анасынан қонақтарға түскі ас дайындауға көмектесуін сұрайды. Ал Мелвина осы мүмкіндікті пайдаланып, қызын Бруклинге оралуға көндіруге тырысады. Алайда Хелен бұрынғы күйеуін қарым-қатынасты қалпына келтіруге тырысудан бас тартады. Өйткені Ричард әкесін, отбасын тастап, кетуге шешім қабылдады. Сол түні жерлеу рәсімінен бірнеше сағат өткен соң, Дориан өзінің келбетін өзгерту қабілетін пайдаланған Каллиопаны құтқару үшін табытты ашты. Люсинданың кейпіне еніп, әйелдің денесін күдіктенбестен жерлеу үшін, оның отбасына беру үшін. Таң атқанда Каллиопе Саймонның артынан барады және оның сеніміне кіру үшін баланың аңғалдығын пайдаланады. Олар бірге болған кезде Саймон Джаредтен хабарлама алады және жаңа досының сүйемелдеуімен онымен кездесуге барады. Ол жерге келгенде бала Джаредтің Хетчер мен Амикамен бірге кішкентай темір есікті тапқанын және оны қалай ашу керектігін анықтауы керек екенін біледі. Алайда, бұл есіктен шыққан металл шаңы Каллиопада аллергиялық реакцияларды тудыра бастайды. Өйткені ол Маргарит сияқты каннибалист, сондықтан ол кетуге сылтау ойлап табады. Жас келіншек кете салысымен, жастар есікті ашудың құпиясын ашады. Ал Джаред сәтті болады. Люсинда жасырған нұсқаулықтағы беттердің бірін алыңыз. Сонымен қатар, өрмекші үйінде Хелен тәтесінің ескі заттарын қарап, Люсинда қайтыс болардан бірнеше жыл бұрын жасаған жазбасына таңғалады. Тәтесінің сөзін естіген Хелен теледидарды өшіріп, Маргариттің қарап тұрғанын білмей бөлмеден шығып кетеді. Қалпына келтірілген, бетте көрсетілген жерге жеткенде, Джаред және оның достары үлкен тасты тауып алады. Оның артында көрінбейтін әлемге апаратын портал жасырылған. Оны қарап отырып, жастар көлде ойнап жүрген бір мүйізділерді байқайды. Ал Джаред Люсиндадан алған артефакты үлкейткіш әйнектен басқа ештеңе емес екенін біледі. Ол арқылы ол жерде өмір сүретін барлық табиғаттан тыс тіршілік иелерін көре алады. Хэнсон қаласында олардың ашқан жаңалықтарына таңданған жастар бір-біріне көргендерін ешқашан айтпаймын деп уәде беріп, үйлеріне қайтады. Джаред пен Саймон тапқан бетін алып үйіне қайтып бара жатқанда,
Мелвина ашуланып, газетті жыртып тастайды. Өйткені ол бұдан былай бұл бос сөзді ести алмайды. Осы кезде Хелен ашулана бастайды және анасынан Нью-Йоркке оралуын өтінеді. Алайда әжесі кеткен бойда Джаред апатқа ұшырап, оны ауруханаға апару керек. Ол жерге келген соң жас жігітті психиатр көреді. Психиатр және ол үлкен атасының нұсқаулығындағы беттердің бірін тапқанын айтады. Баламен сөйлесіп жатқанда Дориан өзі жасаған печеньелердің бірін жеп жатыр. Бірақ ер адам Джаредтің рецептке темір бөлшектерін қосқанын түсінбейді. Огр тамақты жұтып қойғаннан кейін ол қарсылық көрсете бастайды және печеньелерді түкіріп үлгергенше аузы күйіп кетеді. Дори шынымен Маргарит кейпіне енгенін білгеннен кейін Джаред үйіне оралып Тимлетечтен көмек сұрайды. Өйткені оны қалай тоқтатуға болатынын анықтау керек. Браунимен сөйлескен кезде бала Дори үлкен тәтесінің балалық шағындағы ең жақын досы болғанын біледі. Тимблтактың айтуынша, Люсинда бір жерде тірі және оны табу керек. Бірақ Джаред Браунидің айтқанына сенбейді және Тимблтак оны қайтарып алу үшін оны манипуляциялауға тырысатынына сенімді. Оның бостандығы қала бойынша шашыраңқы қалған беттерді табуға бел буған 4 дос іздеуді жылдамдату үшін 2 топқа бөлінуді шешеді. Ал Джаред картаның жартысын ағасына береді. Содан кейін бала Амиконың сүйемелдеуімен психиатриялық аурухананың жедел жәрдем бөлмесіне кіріп, артында мүлдем қараңғы болатын екінші есікті табады. Тұтқаның көмегімен бала қабырғаға есікті сызып, ішінде жасырылған бетке кіру үшін есіктің тұтқасын бұрады. Табылған бетке қарап, Джаред пен Амико қала арқылы ағып жатқан көлде аңның жасырынып жатқанын көреді және олар жағаға шығып, оны іздеуді шешеді. Алайда, су туралы бірнеше минут ойланғаннан кейін ерлі зайыптылар ол жерде құбыжық жоқ деген қорытындыға келеді және екеуі де Саймонмен кездесуге барады. Үйге оралғанда Джаред Тимблтактың қашып үлгергенін біліп, оны қайтадан ұстап алуға тырысады. Бірақ оның ағасы оның екенін айтады, Браундарды босатты. Сондықтан ол оларға Люсинданы құтқаруға көмектесе алады. Бірнеше ингредиенттерді жинап алғаннан кейін Тимблтак оның рецептін аяқтау үшін адамның көз жасы ғана жетіспейтінін айтады. Сондықтан Саймон оған көмектесуге бел буады. Баланың көз жасы контейнерге түскенде сиқырлы саңырау құлақтар өсе бастайды және олардан кішкентай пері шығады. Кенеттен тіршілік иесі жарқыраған жарық шығарып ұшып кетеді. Сондықтан Тимблтак Джаред оны қайтадан ұстап алмас бұрын қашып кету үшін қызыл майшабақты пайдаланады. Жас жігіттер саңырау құлақтар Люсинданы қайтарады деп үміттенген, бірақ оның орнына олар бөлмеде ұша бастаған ертегін әкелді. Саймон онымен дос болу үшін тіршілік иесін тыныштандыруға тырысып жатқанда, Джаред оны құртуды шешеді және ертегіні жою үшін темір табаны пайдаланады. Осы кезде ағайындылар төбелесіп қалады. Ал Саймон Маргарит пен Каллиопамен сөйлесуге баруды шешеді. Көп ұзамай Амико есінен танып, ауруханаға жеткізіледі. Өйткені оны қатты ұйқыдан ештеңе оята алмайды. Келесі күні таңертең Джаред ағасының үйге оралмағанын түсініп, мазасыздана бастайды. Өйткені оның отбасы мүшелерінің ешқайсысы оның қайда екенін білмейді. Кенеттен есік қоңырауы соғылып, есік ашылғанда Маргарит қызының үйде екенін сұрайды. Өйткені оның айтуынша Каллиопе де қайырлы түн қарсаңында жоғалып кеткен. Осы уақытта Саймон мен Каллиопе Нью-Йоркке автобуспен барады. Өйткені бала әкесін қайта көргісі келеді. Бақытымызға орай, Хеленнің досы автобусқа отырған екі жасты көріп, оған бұл туралы хабарлайды. Спидервик Менада болған кезінде Маргарит Хеленді Джаред тапқан нұсқаулықтың беттерін көрсетуге көндіреді. Баламен бетпе-бет келгенде, Огр осы сарайдың бір жерінде жасырылған 6-шы бетке қол жеткізгенше бұл үйден кетпейтінін айтады. Тимлетеч мәліметтері бойынша Маргарит іздеп жатқан бетте айдаһарлар туралы ақпарат бар. Брауни айдаһарлар қандай да бір уды шығарады деп мәлімдейді. Сондықтан Амико мен Хэнсонның басқа тұрғындары тұқымның ішінде қамалған тіршілік иелерін өсіру үшін ұйықтайды. Нью-Йоркке келгеннен кейін Каллиопе Саймонды мейрамханаға апарады. Онда ол Чамен танысады және балаға оны көруге мүмкіндік беретін арнайы көзілдірік береді. Алайда Ча жұмыс істейтін мейрамханаға келгенде Саймон Каллиопаның ер адамға қарызы бар екенін біледі және шығынның орнын толтыру үшін аспаз екі жастың етін ингредиент ретінде пайдалануды шешеді. Алайда ол ойынан шығып кете жаздаған кезде Саймон зауны тормен ұрып, Каллиопамен бірге Нью-Йорк көшелерімен қашып кетеді. Қашып кеткеннен кейін екі жас төбелесіп, ажырасуға бел буады. Өйткені Саймон Каллиопаның оны Нью-Йоркке әкесімен қайта қосылуға көмектесу үшін емес, өзі үшін баруға көндіргенін түсінеді. Бірнеше сағат бойы бұрынғы күйеуімен байланысуға тырысқаннан кейін, Хелен ақыры онымен сөйлесіп, Саймонның жоғалып кеткенін хабарлады. Түсірілім алаңында болған кезде, Ричард ұлының Нью-Йоркке онымен кездесуге келгенін білмеді және бұрынғы күйеуімен сөйлескен кезде, әйелі ол таң қалды. Саймон келгенше, әкесімен жанжалдасып, оның отбасы алдындағы жауапкершіліктен құтылу үшін қанша өтірік айтқанын білгеннен кейін, көңілі қалған Саймон кетіп, Хэнсонға қайтып бара жатқан автобусқа отырады. Көлікке мінген кезде Саймон Каллиопамен кездеседі және екеуі де Маргаритті тоқтату үшін бірлесіп әрекет етуді шешеді. Өйткені жас әйел қазірдің өзінде дамыған. Онымен кездескеннен бері оның адамдарға деген сезімі пайда болды. Сол түні дауыл басылғанда, Маргарит үйіне қайтуды ұйғарады.
ал Хеленмен қоштасуға барғанда ақыры екеуі сүйіседі. Осы кезде Джаред қолында айдаһарлар туралы парақшасы бар үйден шығып, осы қорқынышты көрініске тап болады. Семсерлесу жаттығуы кезінде Мэллори өз командасының қыздары Люсинданы білетінін және көрінбейтін әлем туралы құпия ақпаратқа ие екенін біледі. Валентинаның айтуынша, Ворпал деп аталатын сиқырлы қылыш бар. Ол Агрды жоюға қабілетті жалғыз қару. Бұрын Люсинданың өтініші бойынша Валентина Малгаритке қарсы соғысқан, бірақ шайқас кезінде екі қолынан айырылған, енді ол соғыса алмайды. Сондықтан ол Мэллори мен Бритті оның орнына миссияны орындауға үйретуді ұйғарды және жүрегі таза адам ғана Ворпалдың қылышын ұстай алатынын айтты. Бұл қылыш көп жылдар бойы жоғалып кетті және Мэллори ағасынан оны табуға көмектесуін сұрауға шешім қабылдады. Джаредті оған көмектесуге көндіруге тырысқанда, жас әйел үлкен тәтесінің қиялдағы досы әрқашан шынайы болғанын білу үшін түлкіні кездестіреді. Люсиндамен әңгімесін еске түсіре отырып, Джаред қылыш үлкенді, тәтесі үлкейткіш әйнекті алған жерде екенін түсінеді және Мэллориден оны Гоблин базарына ертіп баруын сұрайды. Осы уақытта Саймон өзі өсіріп жатқан айдаһарларды көру үшін Малгареттің үйіне барады және Артурдың нұсқаулығын не үшін алғысы келетінін сұрайды. Сұрағанда, Огре көрінбейтін әлемде өмір сүретін сиқырлы тіршілік иелеріне көмектесу үшін осы беттердегі ақпарат қажет екенін айтады. Сол күні түстен кейін Джаред және оның достары Хубертпен кездесуге барады және одан Гоблинге жол табуға көмектесуін сұрайды. Бұл базар Мичиганның сиқырлы жаратылыстары үшін соңғы демалыс орны болып табылады. Алайда, қылышын алғаннан кейін Джаред пен оның достары Губерттің тістерін төлем ретінде алғысы келетінін біледі. Бар күшімен қашуға тырысып, жас жігіт пен оның достары қылышпен қашып, Хуберттің бетіне сусын шашып, қақпадан өтіп, Хубертке қайта оралды. Бұл адамдар әлемі. Үйге келгенде, қораптың бос екенін білгенде, Джаред ашуланып, Хетчерге шабуыл жасайды. Ол баланың бірдеңені жасыру үшін дулыға қолданатынына сенімді. Оны дулығасын шешуге көндіре алмайтынын түсінген Джаред оған шабуыл жасайды және Хетчердің жоқ екенін байқаған кезде, оның мүйізі немесе үшкір құлағы болса, кешірім сұрауға тырысады. Бірақ тым кеш. Сол кезде Хелен ұлының мүлдем бақылаудан шығып кеткенін түсінеді және Джаред басқа біреуді ренжіткенше оны психиатриялық ауруханаға жатқызуды шешеді. Осы уақытта Мэллори мен Бри қорапты Валентинаға апарып, қылыштың оны лайықты біреу ұстаған кезде ғана ашылатынын біледі. Джаредті ауруханаға жатқызу кезінде Малгарит мүмкіндікті пайдаланып, оны өзінің жауы емес екеніне сендіруге тырысады және бұл әлемге қауіп төндіретін нағыз жауыздар адамдар екенін айтады. Тарих бойы адамдар миллиондаған адамдардың өмірін қиған жан түршігерлік соғыстарды жүргізді және осы бейберекетсіздіктердің арасында агрлер пайда болды. Адамдардан айырмашылығы, агрлер туылмайды. Олар соғысқа шақырылады және хаотикалық табиғатына байланысты олар антагонист ретінде қабылданады. Бұл тіршілік иелері аш болған кезде оларға тамақтану үшін адамдар қажет және олар өздерін адам кейпіне келтіру үшін сыртқы түрін өзгерту қабілетін пайдаланады. Осылайша олар планетадағы барлық зұлымдықтар үшін шынымен жауапты адамдарды жазалай алады. Сол күні Джаред бөлмесіне қайтып келгенде, оған ертегі қонаққа келеді. Ол оған Люсинданың ағаш еденге ойып жасаған рецептін көрсетеді. Қағаз бен қарындаштың көмегімен Джаред жазғандарын оқи алады және Амиконың рецепті бар екенін білгенде жеңілдеп, ақыры оянды. Ол қатты ұйқыдан оянғаннан кейін жас әйел Джаредтің бөлмесінің жанындағы бөлмеде бақылауда болады. Сондықтан олар соңғы бірнеше күнде болған оқиға туралы сөйлесе алады. Алайда, көп ұзамай Джаред өзін алдап кеткенін біледі. Өйткені Малгарит айдаһар парағының орнын білу үшін өзін Амико етіп көрсеткен. Баланың қолынан гипсті алып тастағаннан кейін, Огр ақыры іздегенін тауып, үйіне қайтады. Малгарит келгенге дейін бірнеше минут бұрын Хелен ұлының психиатрына барып, оны таңғалдырды. Өйткені олар теориялық тұрғыдан кездесіп жүр. Алайда, тоңазытқышты ашқаннан кейін, ол банктен адамның бірнеше саусағын тауып алып, полицияға хабарласуға тырысады. Бірақ Малгариттің келуіне кедергі келтіреді. Өзінің күш-қуатын көрсету үшін адам жегіш Хеленді өзімен бірге жақын маңдағы супермаркетке баруға мәжбүр етеді. Ал ол өзінің ақшасын төлеп жатқанда азық-түлік дүкенінде кассир бетінде саңырауқұлақ өсуіне себеп болатын дауларды жұқтырған. Осы кезде ол Малгариттің қуыршағына айналады және оның барлық бұйрықтарын сиқырланғандай орындайды. Қаланың жартысы Малгарит өсіретін айдаһарлар шығаратын удың әсерінен қатты ұйықтап жатқанда, екінші жартысы Огре спораларын жұқтырып, оның олжасына айналады. Қызметшілер таңертең Джаредке тимбілтек келді. Ол оған ауруханадан қашуға көмектесті. Қашу кезінде бала ағасына жету үшін қуыршақ кейпіне енген Мэллориді кездестіреді. Шенеуніктер ұйықтап жатқан тұрғындарды ауруханаға апарып жатқанда, ағайындылар олардың жанынан аман есен өтіп, орманға қашып үлгереді. Сонда олар Бри мен Хетчерді табады. Досынан оған шабуыл жасағаны үшін кешірім сұрағаннан кейін, Джаред Саймонның Малгареттак жоспарын табу үшін Калиопаның досы болып көрінгенін біледі. Саймонның жоспарының арқасында жастар ұйқы ауруына ем тауып, айдаһар тұқымынан антидот жасады. Амиконың тағдырына алаңдаған Джаред ағасын, оны Малгарит пен оның қызметшілерінің назарын аудару үшін жем ретінде пайдалануға көндіреді.
ал Мэллори және басқалары Амиконы іздеу үшін ауруханаға асығады. Қыз Огре өзінің жеңісімен мақтанғаннан кейін Джаредті Хелен қамалған бөлмеге жіберді. Ал Саймон Каллиопамен сөйлесуге мүмкіндік алды. Жас әйелдің көмегімен ол қаланың барлық тұрғындарын сауықтыратын және оларды Маргариттің ықпалынан босататын жеткілікті антидот жасамақшы. Кешкі ас кезінде Джаред пен оның анасы адам жегішпен бірге үстелге отырып, Маргариттің не істегісі келетінін біледі. Баланы өзінің қуыршақтарының біріне айналдыру. Осы кезде Хелен Тибери дайындаған шайды ішуді ұйғарады. Оның негізгі ингредиенті өрмекші үйінде отырғызылған ағашта өсетін тыйым салынған жеміс. Егер дұрыс тұтынылса, бұл шай кез келген адамды көрінбейтін дүниедегі тіршілік иелерінен қорғай алады. Сондықтан Хелен Люсиндадан алған нұсқауларын орындайды және ұлына оның нұсқауларын дәл орындауды бұйырады. Сусынды ішкеннен кейін екеуі де көрінбейтін болып, қашып үлгереді. Олар бақшаға жеткенде, оларды Люсинда қарсы алады және оның қазір көрінбейтін әлемнің бір бөлігі екенін біледі. Осы кезде троица қоштасуға мүмкіндік алады. Ал Тимблтак өзінің ең жақын досын соңғы рет көргенде қатты уайымдайды. Осы уақытта зәулім үйге оралғанда Мэллори Маргареттің назарын аударуға тырысады. Сондықтан Бри оның арқасынан пышақ сұғып алады. Бірақ шабуыл жасалған сәтте қызды кек алуға деген құштарлық басып, Ворпалдың жүзі жоғалып кетеді. Алайда Огре Бриті жойғалы жатқанда Мэллори оны қорғау үшін қылышын ұстап алады және оның досын құтқару ниеті қарудың жауына қарсы жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Бірнеше минуттық күрестен кейін Мэллори аяғынан жарақат алып, бұрышта қалады. Бірақ оны Хелен құтқарады. Ол жаудың бетіне темір ерітіндісін шашып, қызының қашып кетуіне көмектеседі. Бүкіл отбасы Артурдың кабинетіне жиналып жатқанда, Маргарит келіп, оларды жеуге дайындалып жатыр. Өйткені оның шыдамы таусылып жатыр. Алайда адам жегіш айналған бойда үйге алып қол кіріп кетеді де Маргаритті доктор Дорианды жеп қойған сол тролл ұстап алады. Содан кейін көрінбейтін әлемнің перлері Саймон мен Каллиопа шығарған антидотты бүкіл қалаға таратады және барлық тұрғындар дереу сауығып кетеді. Маргариттің үйіне келгенде Джаред және оның отбасы адам жегіш өсірген айдаһардың жаңа ғана жұмыртқадан шыққанын біледі. Бірақ олар оны аямауға шешім қабылдады. Кенеттен баланың клоны пайда болып, барлығын оның нағыз Джаред екеніне сендіреді. Бұл жағдайдан қорыққан Мэллори қылышын алып, ағасының жүрегіне ұрады. Бұл оның бетперде киген Маргарит екеніне сенеді. Алайда жас келіншек жан түршігерлік шешім қабылдады. Өйткені Джаредті кеудесінен ұрғаннан кейін ол өзінің нағыз ағасын Артур Спайдервик түрмеде отырған әлемге жібереді. Сонымен, бұл фильм туралы не ойлайсыз? Оны төмендегі түсініктемелерде қалдырыңыз. Ал егер сізге видео ұнаса, лайк басып, басқа фильм шолуларына жазылыңыз. Келесі кездескенше.